Армысыз қазақ халқы. Бүгінгі бейнебаян тарихи тұлға бұл Қорқыт Ата туралы болады. Қорқыт Ата туралы мен осы сыр өңіріне өзім барып келгенде бір өзіме мақсат қойғам. Қорқыт Ата туралы бүкіл тарихының деректері бойынша бейнебаян жазамын деп. Халық білу үшін Қорқыт Атамыз кім болған, қандай шығармалары бар, қандай тарихи деректері бар, сол арқылы. Бұл Қорқыт Ата туралы мен ғаламтордан іздеген жоқпын. Ең бірінші шығарған кітаптарды іздедім. Сол іздеген жердерім айтқа дегендей, ескі кітаптар сататын дүкеннен осы Қорқыт Ата туралы өте көрнекті жәдігер осындай құнды бір кітапты сатып алдым. Мен өзім кітап сатып алғанда да жаңадан кітап алмаймын, ескі кітаптарды сатып алуға тырысам. Қара бура деген кітапты да таптым, өте жақсы кітап. Бұны кейін айтып берем. Бүгінгі мынау Қорқыт Ата туралы болады. Қорқыт Ата туралы кітап 99 жылғы мақта шығарған. Қорқыт Ата туралы осы кітаптан аңыздар, күйлер, фото жайлы мен оқып берейін деп едім. Ең бірінші осы Қорқыт Ата туралы мына жерде аңыздар келтірген. Осы аңыздармен сіздерге таныстырып өтейін. Аңыздарды оқып берейін. Қорқыттың кіндік қаны тамған ата мекені Қараспан тауы еді дейді. Ол дүниеге келерде анасы құлан етіне жерік болып, құрсақтағы баласын 3 жыл 9 күн көтерген екен. Сол 3 жылдың әр жылында толғақ қысып, дүниеге нәресте келетіней қамданып, Қорқыттың анасы бебеу қаға қиналатын болған. Бірақ бірінші жылы да, екінші жылы да бала тумайды. Содан 3 жыл 9 күн дегенде Қорқыттың анасын шындау толғақ қысады. Бұл жай толғақ болмайды. Дәл осы күні Қорқыттың анасымен бірге бүкіл дүние қоса толғатып, қиналғандай көк жүзін түңірейген қара бұлт торлайды. Күн күркіреп, найзағай ойнап, дауыл соғып, дүниенің астан кестені шығады. Оның бәрін дүниеге келер нәрестенің киесіне жорыған жұртты үрей билейді. Бұл жөнінде ел есінде мынадай сақталған сөз бар. Қорқыт туған кезінде Қараспанды су алған, қара жерді құм алған, ол туардай ел Қорқыт туғаннан соң қуанған. Шынында да Қорқыт туысымен жел тынып, бұлт ыдырап, күн шығып, дүние тіршілік маужыр күйге түседі. Жұртшылық мұны да жақсы ырымға балап, бұл бізді қорқытып неге келген бала болды, есімі Қорқыт болсын деп, құлағына 3 рет айқайлап, атын Қорқыт деп қояды. Қорқыттың дүниеге келуі қандай бөлек болса, оның өмірі де сондай ерекше болады. Жастайынан ұшқан құс, жүгірген аңға, соққан жел, жауған жауынға ден қойып, табиғатпен тілдес болып өседі. Күндердің бір күнінде бойы өсіп, оған асы қатқан Қорқыт түс көреді. Түсінде ақ сақалы беліне түскен, ақ таяғы көк тіреген әулие қарт аян береді. Ва, Қорқыт, тұр, дейді әулие. Сен бір аспап жаса. Аспаптың 6 жасар нар атаңның шілігіндей болсын. Шанағы қара бақырдай болсын. Көні аруананың бауыр терісінен болсын. Тиегі ор текенің мүйізіндей болсын. Ішегі бестайғырдың құйрығынан болсын. Аспабының аты қобыз болсын. Сол қобыз қиялыңар қанат, жолыңа шырап, жанына араша болар. Қорқыт осы сөзді өңінде естігендей болып оянса, көкірегі күйге толып, көмейінен сөз сауалағандай қалде екен дейді. Сол бетіне қобыз жасауға кірісіп, әулиені қойған барлық шарттарын орындайды. Сонан соң қобызды қолын алып, құлағын бұрап, қияғын шалып, көрсе сарнап қоя береді. Әлгі көкірегін кернеген күй қобызына көшіп, аспан асты сазды сарынға бөленеді. Ұшқан құс, жүгірген аң, ескен жел
бәрі сүттей ұйып, қобыз күйін тыңдайды. Қорқыттың 40 жыл ғана өмір сүретін аян болады. Осыдан кейін желмаясын желдей ұшырып өлімнен қашады ол. Қашқанмен жан алғыш алдын орап, қайда барсақ Қорқыттың көрін қаздырып жатады. Бірақ көпке дейін жан алғыш Қорқыттың жанын алуға бата алмай, құр босқа төңіректеумен болады. Ақыры бір күні жан алғыш алтыннан сандық соқтырып, Қорқыттың жанын алуға бел буып, сайланып шығады. Оны күні бұрын болжап білген Қорқыттың ажалдың тұзағына түспеудің амалын ойлайды. Күндердің күнінде жан алғыштың ақыры Қорқытпен бетпе-бет келіп, кір мына сандыққа деп бұйырады. Қорқыт болса, күні бұрын ойластырған амалына салып, кіруін кірер едім, бірақ мына қалпымда сандыққа қалай сиямын? Алдымен өзің кіріп көрсет, сонан соң дегенің болсын дейді. Сол жерде жан алғыш сандыққа кіріп көрсетпекші болғанда, Қорқыт оны тар жауып аузын ашылмастай бекітеді де дарияның суын ағызып жібереді. Жан алғыш сандыққа қамалған қалпы ағып кете барады. Сөйтіп халық көпке дейін өлім дегенді білмей, шат-шадыман ғұмыр кешетін болады. Сол кезде дарияның аяғындағы ауыл бос шықпайтын керемет бір ақжолтай балықшы болады. Бірде жан алғыш қамалған сандық әлгі балықшының алдына түседі. Балықшы бұл не болған сандық деп аузын ашқанда, сандық ішінен долдана ақырып жан алып шығады. Ашу үстінде көзіне көрінген балықшының жанын алады. Сонан соң Қорқыттың жанын алу үшін кектенген қалпы іздеп кетеді. Ал Қорқыт болса, бұл кезде жан алғыштың өкшесіне түскенін есіне алып, аңдыған жау алмай қоймас деп, мұңайып сол көңіл күйін қоңырлатып қобызына салған екен. Ажалдан қашқан Қорқыт дүниенің төрт бұрышын шарлағанда жанына сауаны, өзінің кіндік жұрты сырдың суынан тапқан жоқ. Желмаясының жабуын су үстіне төсеп, оған жайғаса отырып алып, қара қобызын бебеулеткенде, аңдыған ажал маңайынан жуай алмаған. Қорқыт қобызды тынымсыз тартқан. Ол қобыз тартқанда су ағысын тоқтатып, жел тынып, жан-жануарлар анталап келіп үйіп тыңдайды. Бірде Қорқыт әдеттегідей күй сазын сарнатып отырса, көкте ұшып бара жатқан бір топ аққу естіп, айнала ұшып, ақыры қанат бүгіпті дейді. Аққулар мұңлы күйдің даусына елтіп, қара қобызға үн қоса, бірге сыңқылдасып, Қорқытпен бірге мұңайған екен. Көңілдегісін күйітіп шамалататын Қорқыт құстың төресі аққудың мейіріміне, қасиетіне қобыз шалады. Ұрпақ есінде аққу күйі болып сақталған күй сол еді дейді. Ажалдан қашқан Қорқыт дүниенің төрт бұрышын шарлағанда жанына сауаны, өзінің кіндік жұрты сырдың суынан тапқан жоқ. Желмаясының жабуын су үстіне төсеп, оған жайғаса отырып алып, қара қобызын бебеулеткенде, аңдыған ажал маңайынан жуай алмаған. Қорқыт қобызды тынымсыз тартқан. Ол қобыз тартқанда су ағысын тоқтатып, жел тынып, жан-жануарлар анталап келіп үйіп тыңдайды. Бірде Қорқыт әдеттегідей күй сазын сарнатып отырса, көкте ұшып бара жатқан бір топ аққу естіп, айнала ұшып, ақыры қанат бүгіпті дейді. Аққулар мұңлы күйдің даусына елтіп, қара қобызға үн қоса, бірге сыңқылдасып, Қорқытпен бірге мұңайған екен. Көңілдегісін күйітіп шамалататын Қорқыт құстың төресі аққудың мейіріміне, қасиетіне қобыз шалады. Ұрпақ есінде аққу күйі болып сақталған күй сол еді дейді. Қорқыт есейіп, әсіре байлана жасқа келгенде, Қыпшақ еліндегі нағашыларына барыпты. Нағашылары Қорқытқа ботайлақтық тұқымнан өркені түскен бота сыйлайды. Қорқыт ботаны нәрестедей мәпелеп, тіл көзден қорғаштап, сылап сипап өсіреді.
тірсегі бекіп табаны қата келе қорқыттың соңынан қалмай ілесіп бір сәт көз жазса боздап мазасы кетеді екен. Айлақ болып танауы тесілген соң да не келеге қосылмай, не бөтен адамды маңайына жолатпай, тек қорқытқа бауыр басып өседі. Айлақтан кейін құнанша одан әрі буыршын болған шағында жүрісіне тұяқ біткен шыдамайтын, табаны боздан таймайтын, 7 күн 7 түн оттап су ішпесе мыңқ етпейтін тықыр бұйра желмая болып шағы келеді. Қорқыттың желмая күйі осынау қанатты көлігіне, сенімді серігіне арналған екен. Қорқыт қолына қобызын алып, желмәсін желдіртіп, дүниенің 4 бұрышын кезіп жүрген шағында елінің тағдырын 40 жыл бұрын болжап, неше түрлі сәугелік ойлар айтады екен. Халқының тыныштығы мен бақытын аңсап, қара қобызын аңыратып толғайды дейді. Ел жұрттың қолынан найзасы, иығынан сауыты түспейтін, аттың жалы, атаның қомында өмір өткеретін жаугершілік заманы елестетіп, мұңға батса керек. Осындайда қасиетті қара қобызын шамырқана толғап, мұнан соң қилы заман болар. Заман азып, сан тозып жаман болар. Қарағайдың басына шордан шығып, балалардың дәурені қараң болар, дейді екен. Қорқыт атаның сол сарындары ел ішінде елім-ай, халқым-ай деген күй болып парылады. Қорқыт 20 жасқа толғанда ақ сақалы беліне түскен, ақ аяғы көп тіреген әулие келіп тағы да түсіне аян береді. Уа Қорқыт, бұл жарық дүниеде саған 40 жыл ғұмыр маңдайына жазылған, одан артық жүрмейсің дейді. Ояна келсе түс екен, әулиенің айтқан сөзі өндегідей құлағында қалып қояды. Осыдан кейін Қорқыт қатты тіксініп, өлмеудің амалын іздеп, желмаясын мініп, дүниені кезіп кетеді. Күндердің күнінде Қорқыт дала кезіп келе жатса, күпір-шүпір болып, жер қазып жатқан бір том адамға жасады. Ау, қазып жатқандарың не? Жөн сұраса әйгілер. Қорқыт әулиенің мүрдесін қазып жатырмыз деп жауап береді. Мұны естіген Қорқыт желмаясын бұрып, келесі бір қиырға бет түзейді. Бірақ шаршап шалдығып, енді бұйда тартып нығам дегенде, алдына тағы да көл қазушылар ұшырасады. Жөн сұраса келе, олар Қорқыттың мүрдесін қазушылар болып шығады. Осылайша Қорқыт өлімнен қашып, дүниенің 4 бұрышын шарлағанымен, алдынан өзіне арнаған көл қазушылар кездесе береді. Қайда барса, Қорқыт көрі деген ескі сөз осыдан қалыпты дейді. Содан әбден тарығым титықтаған Қорқыт жер ортасына жетсем, жаным қалар деп өзінің туған жері сырдың жағасына жетеді. Сол жерде желмаясын сойып, оның терістен қаңсыған қара қобызын қаптайды. Сонан соң судың бетіне көр қазылмас деп, желмаяның жабуын сырдың суына жаяды да, соның үстіне жайғасады. Сол жерде осындай қалми қамыға отырып, қара қобызын мұңды сарынға салған екен. Осы сарынның бір қайырымы ұрпақтардың есіне сақталған. Қорқыт сыр суының үстінде 100 жыл бойы өмір сүріпті дейді. Бұл уақыт ішінде қобызын тоқтаусыз сарнатып, ажалдың маңайына жолатпайды дейді. Қорқыт қобыз тартқанда жел тынып, су ағысын тоқтатып, жан-жануарлар үйіп тыңдайтын болса керек. Қорқыт өлімге мойын ұсынбай, сыр суының үстінде желмаясының жабуын төсеп, қобызын толассыз сарнатып отырады екен. Қара қобызын сарнатып отырғанда ажал маңайына да жолай алмапты. Қобыз дауысы 7 күндік жерге жетіп, дүниенің бәрін сүттей ұйтса керек. Күндердің күнінде қиян шалғайда жатқан арқадағы бір ауылдың серуен құрып жүрген 40 қызы Қорқыт қобыздың дауысын естиді. Естулері мұң екен, 40 қыздың тұла бойы қорғасындай балқып, қобыздың талып жеткен үніне ынтыға құлақ түріп, өзге дүниені ұмытады. Сол халде күндік жерден талып жеткен қобыз дауысын бетке алып жүре кетеді. Жүрген сайын үні айқындалған қобыз сазы 40 қызды онан сайын баурып, үздіге шақырғандай болады.
қобыз даусына ұмтыла қырық қыз күн жүреді, түн жүреді. Жүрген сайын күйдің алапаты асқақтап, құдіреті артып, онан сайын баурай түседі. Қамсы шыққан қырық қыз сол беттерінде бетпақ деп аталатын елсіз күнсіз шөлде тап болады. Табандары тілініп, еріндері кезеріп, жол азабынан гөрі шөл азабы жандарына батады. Бірақ қыр астынан естілгендей сарнаған қобыз үні қыздардың сүлдерін сүйрелеп сұңқылдай шақырады. Ақырында 40 қыздың 39-ы бетпақтың шөліне шыдамай, әбден титықтап шөлде өледі. Тек бір қыз ғана таңдайы кеуіп, табанының ойылғандығына қарамастан сырдың жағасына жетіп, Қорқыттың қарасын көргенде ес-түссіз құлайды. Қорқыт ақсақ қыздың аузына су тамызып, басын сүйеп, мән-жайды сұрап біледі. Басқа қыздардың шөл азабын тартып, жолда қалған естіп, шайман болады. Кейін жанағы арқадан арып ашып жеткен асқақ қызбен Қорқыт көңіл жарастырып соған үйленген екен. Арқадағы 40 қызға талып жеткен Қорқыт қобызының сарыны ұрпақтан ұрпаққа сарын деген күй болып жетеді. Күні бүгінге дейін арқада Ұлытаудың батысында Дулығалы Жыланшық өзенінің сол жақ жағалауында сарын жеткен деген шоқы бар. Жергілікті халық бұл шоқыны сарын тауы деп атайды. Ал Қорқыт көңіл қосқан ақсақ қыздың бейіті Қорқыт бейітінің солтүстігінде арқа жағында күні бүгінге дейін бар. Жергілікті халық бұл бейітті ақсақ қыздың мұнарасы деп атайды. Бұдан да өткен қызығы сарын тауынан шығып, сырдың жағасындағы Қорқыт бейітіне тура жүргенде Арыс құмының батыс жақ өтпе-тұсында қыз қалған деген жерді кезіктіруге болады. Бұл жер шынында да ұшқан құстың қанатын талдыратын, жүрген аңның тұяғын тоздыратын қу мейін құла тұз. Міне туған жердің төсінде ата бабамыз Қорқыттың желмаясы астында, қара қобызы қолында үнемі ел аралап, адасқанда жөн сілтеп, аңырағанда ақыл беретін сәуегейлі құрады екен. Дөңіреңдегі көзі көріп, көңілі түскенді қобызына күй етіп қосып, алдағыны 40 жыл бұрын болжайтын болыпты. Күндердің бір күнінде ақ сақалы беліне түскен, ақ таяғы көп тіреген бір әулие Қорқытқа түсінде аян береді. Уа Қорқыт, сен өлімді аузына алмасаң, оған еш уақытта өлім жоқ деп еді. Қорқыт осы сөзді өңінде естігендей болып оянады да, Тәңірінің бұл да бір сыны болар деп көкейіне түйіп алады. Содан жылдар, сырғып күндер өтеді. Ақ сақалды, ақ таяқты әулиенің айтқан өсиетін естен шығармай, өлім туралы сөзді аузына алмай, қобызын тартып, ер аралап жүріп жатады. Бірде желмаясының бұйдасын тартып, ел жазып отырса, бір ауылдың тайлы таяғы қалмай жабылып қашаған өгізді қайыра алмай жүргенін көреді. Сол кезде Қорқыт желмаясына міне салып, қашаған өгізді қайырып бермек болады. Бірақ өгіз Қорқыттың желмаясына да бой бермейді. Қуа-қуа әбден титықтай шаршайды. Сонда Қорқыт, қап, саған өлсем де жетпей қоймаспын деп, желмаясының тебіне түседі. Осы сөзді айтуы мұң екен, тарғыл тана тасқа айналып қатып қалады. Тасқа айналған алдында тарғыл танаға тіл бітіп, менің көзім қара едім, қарадан туған ала едім, туған жерім қазалым, мынау тау болдым-ау ажалым деп дөңбекшіге ыңыраған екен. Сол жерде өлім туралы сөздің аузынан шығып кеткеніне Қорқыт қатты өкініп мұңға батады. Бірақ олар іс болды, енді тағдырдың жазуынан қашып құтылудың амалын ойлайды. Сөйтіп желмаясына желдіріп дүниенің 4 бұрышын кесіп кетеді. Осы оқиға Қорқыттың қобызына тарғыл тана деген күй болып шалынған екен. Бір жесір кемпірдің жұрт аузына іліккен жалғыз баласы болыпты. Ол кездегі жақсының әдеті жүйрік мініп, ит жүгіртіп, құс салатын.
Кемпірдің баласында бір жүйрік аты Ұшар деген құмай тазысы бар екен. Әсіресе ұшары қара жерден із кесетін аңсақ, иесіне адал қағылез, қанжығаның қанын құрғатпайтын жолды ит болса керек. Астындағы аты, соңындағы тазысы келіскен соң, жігіт жиі аңға шығып, саятшылық құрады екен. Күндердің бір күнде жалғыз жігіт тосын дертке шалдығып дүние салады. Ел аза тұтып арулап қояды. Сонан соң бұрынғы соңғысының дәстүрі бойынша өлік шыққан жұртты ауыстырып, ауыл қонысын өзгертіп, жаңа жұртқа аунап қонады. Жаңа жұртқа келген соң жесір кемпір жалғызымның көзі ғой деп тазыны іздесе жоқ дейді. Содан көңілі алаң болып тынши алмай ескі жұртқа келсе, ұшар жас қабірдің басында иесін қимай ұлып отыр дейді. Үшкір тұмсығын көкке қаратып ұлып, иесін жоқтап сарнаған ұшардың дауысын естігенде жесір кемпір: жалғызымнан айрылдым, қанатымнан қайрылдым, ұшар ұшар кәка деп дауыс қойып аңырап қоя береді. Ескі жұртта жалғызынан айрылған сорлы ана мен иесінің айрылған жетім тазы қосыла күңіренеді. Осы бір қайғылы халді Қорқыт қобызына күй етіп шалған екен. Арқадан іздеп келген ақсақ қыздан Қорқыт бір перзент көріпті дейді. Бірақ күндіз түні ажалдан аластап, қобызын сарнатқан Қорқыт баласы мен зайыбына көңіл бөле алмайды. Ал баласы мен зайыбы сырдың жағасында өмірлерін өттіріп, Қорқыттың тілеуін тілеумен болады. Содан бала есейе бастағанда апасын бағып-қағып алдандырғанына місе тұтпай, қобыз тартып отырған әкесіне талпынуды шығады. Уыздай білегін созып, ұлқына ұмтылып, неше түрлі қылық көрсете бастайды. Оған Қорқыттың да жүрегі елжіреп, бауыры аяғының басына түскендей күй кешеді. Бірақ амал жоқ, қобызын тоқтатып, жағалауға шықса, ажал тұзағына ілігетін біледі. Сонда Қорқыт баласына телміре қарап, көзі көріп тұрса да еміріне еске алмай, бауырына қысып, мауқын баса алмай мұңаяды. Мұңая отырып баласын алаңдыра жұбатып, ауықпай күй тартады. Осы көріністің куәсіндей болып, ұрпақ есінде ауықпай күйі сақталған деседі. Атадан балаға жеткен қария сөзінің айтуында, Башбай Қорқыттың ең соңғы тартылған күй еді дейді. 40 жыл өлімнен қашқан Қорқыт ақырында сырдың суынан сауға тауып, дарияның бетіне желмаясының жабуын төсеп, соның үстіне қобызын сарнатып, ажалды аластап отыратын ғой. Сол күндері Қорқыттың Ақтамақ атты қарындасы дарияны кешіп, тамақ алып келе жатады екен. Бірде Қорқыт қарындасының дәмін татып отырғандай, алай-дүлей соғып, толқын тұрып, олардың берекесін алады. Сол бір аласапыран шақта Қорқыттың Башбайы қарындасына тиіп кетеді. Байқаусызда болған жағдай өле-өлгенше Қорқыттың есінен кетпей, өзін кінәлі сезініп, пұшайман болады екен. Күндердің күнінде дарияның бетінде 100 жыл бойы ажалды жолатпай өмір сүрген Қорқыт қапысын тауып ажал шіркін жететін дейді. Күндердің күнінде дарияның бетінде 100 жыл бойы ажалды жолатпай өмір сүрген Қорқытқа қапысын тауып ажал шіркін жетіпті дейді. Сол күні әдеттегідей Ақтамақ ағасына дарияны кешіп тамақ алып келеді. Тамақтан соң Қорқыт маужырап қалып кетеді. Дамылсыз сарнаған қобыз үні бір сәт толастауып, қарындасы ағасының оянуын күтіп отырады. Осы кезде қобыз үнінің тынған сәтін пайдаланып, дәм салған қоржыны ілесіп келген сақиналы зәрлі жылан өрмелеп келіп, Қорқытты шағып алады. Қорқытты 100 жыл бойы аңдыған ажал осылайша жылан болып келіп қапысын тауып еді дейді. Айтқанша болмайды. Қорқыттың бойына ажал уы шайылып, өлімге бой ұсына бастайды.
сонда көз алдында дәрменсіз шырылдаған қарындасымен арыздасып қоштасып көптен көкейінде жүрген соңғы тілегін айтады. Ажал шырқын қапыда тұзаққа түсірді. Бір өкінішім осы, екінші өкінішім баяғыда сырдың бетін дауыл шалғанда өзіңе башпайым тиіп кетіп еді. Кешірілмейтін күнәм сол. Қасиетті сыр ананың жағасында маған арналған мүрде қазулы тұрған болар. Мені жерлегенде екі башпайымды ашық қалдырыңдар. Өміріме серік болған қасиетті қара қобызымды өзімен бірге көміңдер. Мен өлсем де менің атымды атап, ұрпағымның есіне салып жатар. Қош жарығым, жылама, жылама, жылағанмен болама, дейді Қорқыт. Қарындасы, ағатай асқар тауым алтыным деп еңіреп қоя береді. Сол жерде Қорқыт соңғы күшін жиып, қобызын қолына алып, қарындасын жұбатқандай болып, бір қайырым күй шалған екен. Қорқыттың осынау соңғы күйі Башпай деген атпен ұрпақтарының есіне қалыпты. Ал қара қобызы болса, Қорқыт өлгеннен кейін мүрденің ішінен Қорқыт, Қорқыт деп күңіренген дыбыс шығарып жатады болыпты.